Сәлем достар, біз бүгін осындай жіңішке әдемі лағманның қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: ұн, су, тұз, жұмыртқа. Алдымен тұзымызды суға араластырып ерітіп аламыз. Жұмыртқамызды ұнның үстіне салып, үстіне суымызды құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Бұл жерде су міндетті түрде жылы болуы керек. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тындыруға жібереміз. Тынған қамырымызды алып, жұқалау етіп жайып, оны ұзын бөліктерге бөліп аламыз. Әрбір ұзын етіп бөлген бөліктерімізге май жағып аламыз. Бұл жерде май жақсаңыз, қамырыңыз жұмсақ болып, созған кезде ыңғайлы болады. Май жағылған ұзыншақ бөліктерімізді алып, жіңішке етіп созып аламыз. Егер видео ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дайын болған ұзынша қамырларымызды тәлеркеге тізіп шығамыз. Тәлеркенің астына майды міндетті түрде жағыңыздар. Және де әрбір қамырды тізбес бұрын арасына міндетті түрде май жағып отырыңыздар. Егер май жақпасаңыздар, олар бір-біріне жабысып, алған кезде ыңғайсыз болуы мүмкін. Тізіп болған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да 10-15 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, жіңішке етіп соза бересіз. Бұл жерде әбден тынған қамыр, созсаңыз үзілмей әдемі болып созылатын болады. Қайнап тұрған суға жаңағы лағманымызды салып, 4-5 минутқа пісіріп алатын боламыз. Піскен лағманымызды суық суға салып жуып аламыз. Сол кезде ол жабыспай әдемі болып шығады. Міне осындай әдемі лағманның қамырын дайындадық. Ұнаса сізде жасап көріңіз.